Ор тоқпақ. Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір кедей болып тұзақ құрып күн көреді екен. Бір күні шал тұзағын келіп қараса, бір қаз түсіп қалыпты. Шал қазды тұзақтан босатып алып, бауыздайын десе, қаз шалға айтыпты: "Сен мені босат, менен не сұрасаң, соны бір жылдан кейін ал" дейді. Шал мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Үйіне келіп жаңағын айтса, кемпірі шалға ұрсады. Шал: "Қой, сен түк білмейсің" деп сөзін тыңдамай жүре береді. Бір жыл өтеді. Шал қазға бармақшы болады. Жүре бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. Келіп түйештен: "Бұл кімнің түйесі?" десе, "Бұл Қазбайдың түйесі" дейді. Бұл Қазбай баяғы қаз екен" деп шал ойланып тұрып жүріп кетеді. Бір жерге келіп: "Бұл кімнің қойы?" деп қойшыдан сұрайды. Қойшы: "Бұл Қазбайдың қойы" дейді. Шал жаңағы қойшы баладан: "Шырағым, Қазбайдың бұдан басқа несі бар?" дейді. Бала шалға: "Қазбайдың үш жақсы нәрсесі бар. Біреуі, піс қазаным піс десе, әртүрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі, құс есегім құс десе, есегі алтын құсады. Тағы біреуі, ор тоқпағым ұр десе, адамдар тұра береді" дейді. Шал мақұл деп жүріп кетеді. Шал Қазбайдың ауылына келеді. Қазбай шалды күтіп алады. Қазбайдан піс қазанын сұрайды. Ал Қазбай оған сұрағанын береді. Шал алып үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балалар шалға: "Ата, асқа түсіңіз" дейді. Шал асқа түседі. Үйге кіріп бара жатып, шал балаларға: "Шырақтарым, піс қазаным піс демеңдер" дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң, балалар тыңдасын ба, піс қазаным піс деп шулап қоя береді. Сүй дегенде әртүрлі тамақ пісіп даяр болады. Балалар қазанды айырбастап алып қояды. Шал шығып қазанды үйіне алып барып: "Піс қазаным піс десе, еш нәрсе піспейді." Шал қазанды алып Қазбайдың үйіне қайта келеді. Қазбайға: "Бұдан еш нәрсе шықпады" дейді. Қазбай қазанды алып: "Піс қазаным піс десе, еш нәрсе шықпады." Қазбай қазанды алып шалға есекті беріп жібереді. Шал есекті алып үйіне қайтады. Жолда келе жатса, балалар шалға: "Ата, асқа түсіңіз" дейді. Шал асты тастағысы келмей есектен түседі. Үйге кіріп бара жатып, балаларға: "Шырақтарым, құс есегім құс демеңдер" дейді. Балалар мақұл дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң ақ, балалар: "Құс есегім құс" дейді. Есек алтын құсады. Балалар есекті айырбастап, орнына басқа есек қояды. Шал ол есекті алып үйіне келеді. Кемпір: "Қаздан барып алып келгенің осы ма?" дейді. Шал есекке: "Құс есегім құс десе, есек еш нәрсеге құспайды." Шал есекті алып Қазбайға тағы келеді. "Есектен еш нәрсе шықпады" дейді. Қазбай есекті алып: "Құс есегім алтын құс десе, еш нәрседе құспады." Шалға Қазбай ор тоқпағын берді. Шал ор тоқпақты алып келе жатса, баяғы жерде тағы да балалар жүгіріп келеді. Балалар шалға: "Ата, асқа түсіңіз" дейді. Шал үйге кіріп бара жатып: "Шырақтарым, ор тоқпағым ұр демеңдер" дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң, дәнденген балалар: "Ор тоқпағым ұр" дейді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын ал кеп ұрып жүр. Балалар тоқпаққа жалынады: "Ойбай, піс қазаныңды, құс есегіңді бәрін де қайтарып береміз" дейді. "Әкеп береміз" дейді. Шал ор тоқпақты қойғызады.
Балалар піс қазанды қос есекті әкеліп береді. Шал піс қазанды қос есекті ұртоқпақтап үйіне келеді. Сөйтіп ол мұратына жетеді.